сосын біздің қоғамда мындай нәрсе бар да, Аллахтың разылығы үшін, көркем мінез болған үшін. Көркем мінез деген не ол? Аллахтың разылығы деген не ол? Сіз білесіз ба? Ол құлшылық, ол сіздің бір-біріңізді түсінуіңіз. Бұл жерде жауапкершілік, опять-таки жауапкершілік алып үйрену. Бәрін Аллаға тапсыру деген нәрсе, ол тапсырып қойып тек қана күтіп отыру емес, өз-өзіңмен жұмыстану. Егер бір нәрсе болмай жатса, келісімге келу. Мысалы, мен 5 жыл тұрмыстамын, бәрі гладко өтті деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әлі күнге дейін бізде конфликт бар. Конфликт это нормально. Конфликтте біз түсінеміз бір-бірімізді. Саған мынау керек па, мынау керек па? Қандай бол, саған қалай ұнайды? Неліктен мен қазір ашуланып жатырмын? Неге сен мені түсінбей жатырсың деген нәрсені түсіндіру. Бала қалай жылап түсіндіреді, сол сияқты түсіндіру.